Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін 9 сәуір, 9 ма, 10 ма? 2020 жыл. Шыңғырлау ауданында жүрмін. Қазір өзімнің туған жерім, туған ауылым Отрадный деген жерге қарай сапар шегеміз деп отырмыз. Шыңғырлаудан Лубен деген жерге дейін 80 километрдей, 80-90 километрдей болатын бұлар. 80 мен 90-ның арасы мекен. Одан ары қарай 30 километр өзіміздің еліміздің туған жерім Отрадный деген жер, бірақ о жерде ауыл жоқ. Бұрынғы ауылдың орындары, үйлердің сынған жарлары бар деседі. Мен туған жеріме бармағалы 20 жылдың турасында болып қалған. Сапар осымен басталады. Міне Шыңғырлау ауданынан шыға беріс. Қазір бензин багымды толтырып бензин құйып алам. Содан кейін ары қарай сапарымды жалғастырам. Сапар жалғастыру барысында тағы түсіріп отырам. Ақшат деген осы Лубен 32 километр. Шыңғырлаудың жеті кереметтерінің бірі Іземшек тауы. Осы жерден шамамен ағаштардың арасынан әлі былай қарай 15 километр жүру керек. Алда бір әппақ дауыл келе жатыр, мен тездетіп машина кіріп кетейін. Мынау Іземшек тауы, шамамен қашықтықта тұрмын. Қателеспен 500 метр трассадан 1 километрден артық жүру. Тау қасына ауданы. Мынау менің ақ машинам. Қызықлер ықтават ішінде. Тау.
Ал мына жерде Ақбалшықтың карьері. Сендер Ақбалшық қалай жатыр? Кәдімгі қаланған тас секілді. Қазір қасына жақындаймын. Сосын түсіремін тағы да. Міне карьераға түсіп келе жатырмын. Мынау алдарыңызға да жаңа айтқандай бор. Ақ бор кәдімгі. Міне ағаш секілді, тас секілді қаланып тұр. Қараңыздар, неткен әдемі. Міне бор кәдімгі аппақ. Табиғи, натуральный дейсің ғой. Әдемі екен. Мықты. Мына қараңыздар. Мына қараңыздар қалай орналасқан. Алланың құдіреті шексіз. Мына жерге біреулер бірдеңеде жазып кеткен. Міне осындай карьер. Бұл карьердан ары қарай әне тау көрінсе, тау бар жағында. Так, мынадан бор алып кету керек болды ғой. Ертең мектепке барғанда осы бормен жазатын боламыз. Керемет, тамаша екен. Бұл жерден өтіп көрейін. Өтілсе. Бұл жерде қар жатыр. Жақсы, біз саяхатымызды одан әрмен жалғастырамыз. Лубен деген жерге 10 километрдей жер қалды. Бұл шамамен 50-60 метр болады ғой биіктігі дейтін. Зорға шықтым ана тауға. Мынау қасында кішкентай тау негізі. Мынау үлкен тау. Мынау менің қызым. Привет деп. Ал сені түсіріп тұрмын видеоға. Қарашай мұнда. Привет. Мынау жолдасым. Мынау қызым ең биік жеріне шығып тұрмыз. Әндетіп қойып ешік таудан қызым шет тауынан шығып
Mana трассамызға қарай мінейін деп жатқан жеріміз құмды жер екен. Жаңағы Шыңғырлау жақтың трассасы. Әжеміне Қыземшек дейді жүлерде. Құмды қара елік. Құмды қара көріне. Әні құм. Қайынды деген ауылан ауылып тұрған. Лубенде жүрмін. Лубенка. Енді Отрадныйға қарай шығып кететін жерде қазір біреуден сұрап алуым керек. Өзім дұрыс біле алмай тұрмын, біліңкіремей тұрмын. Адасып кетіп жүрерміз. Отрадныйға қарай шығатын жолдарға шықтық. Лубеннен шықтық. Грейдерге мініп алсақ. Ары қарай Сұлукөл, ары қарай Отрадный туған жерімізге. Алла бұйыртса 1 сағаттың ар жақта жанында жетуіміз керек. Ең бастысы грейдер тауып алуымыз керек қазір. Міне грейдерді таптым. Бірақ мен бұрынғы грейдер болар деп елестетіп едім. Бұл вообще басқаша екен, өзгеріп кеткен екен, көріп отырсыздар. Вообще өзгеріп кеткен, 100% өзгеріп кеткен мына грейдер. Дала жол сияқты. Мына жерде бұрын мен білсем 2 машина қатарынан жүріп, алашаң болатын еді мына жерде. Мына ағаштар болмап еді. Болса да әр грейдте болып еді ағаштар дейтін. Көріп отырсыңыздар, грейдер. Мынау Лубеннен Отрадныйға кететін грейдер. Сұлукөлден өтіп кеттім. Сұлукөлден бұрылып кеттім. Мынау грейдер сол. Отрадныйға қарай кетіп жатыр. Қазір адасатын болармын деп ойлап келе жатырмын, өйткені Плещей мамаға қарай жақындағанда бір жерде түсетін жер бар еді. Мүмкін машиналар жүріп жол салып тастаған болады. Соған сеніп келе жатырмын. Мен Отрадный ауылына келдім. Естеріңде болса, мынау дейтін бізге қарама-қарсы дүкен. Ал анау Күлән апаның үйі. Ал бұнау менің үйі. Мына жер кіре беріс. Мына жерде үлкен ағаш болып кесіліп қалған. Міне осының түбінде папа качель әткеншек жасап беретін еді ғой. Естеріңде ме? Көрсетілетін еді ғой. Міне мынау ұстансың ғой. Түсіріп алайын. Міне мынау менің үйім. Анау кухняның орны.
Мынау қораның орны бұл жақта. Енді қазір үйді таныстырайын. Мына жерде, осы жерде не болды? Кіреберіс бір коридор болды. Мына жерде терезе болды. Сосын әйелік тұра тұр сен. Артқа қарай. Артқа қарай өт, мен артымнан жүр. Әйелік, мен артымнан жүр. Мен артымнан жүр. Мынау кіреберіс коридор, міне мынау коридор болды. Мынау үй болды, үйдің есігі. Міне ашып, мыннан кірдік. Мынау біздің үй болды. Мынау біздің зал. Анау екі терезе. Мына жерде ондай ағаш болған жоқ дейсің. Арт жақта бізде не болған жоқ, терезе болған жоқ. Шықпасын. Біз мына жерде сәкі болды. Мына жерде. Осы жерден сәкіден, мына жердегі кішкентай жақтың терезесінен қарап отыратын едік. Мына жақта да бір не болды ғой. Мынау дейтін Смородинаның талы міне. Мынау Смородина. Мына жерде стол болды, мына жерде умывальник болды. Мынау коридорға шығатын. Коридорға шығып, мына жерде терезе болды, осылайынан. Мына жағында да болған сияқты. Сосын мұны шыға бересіз. Кухня. Мынау кухня. Мына кухняның орны. Бұл жерде баяғыда погреб болды бізде. Сол погребтің орны. Мынау. Әртін. Погреб болды, погребтің орны. Мынандай бірдеңе тауып алдым. Мүмкін Райсаның есіне түсетін болар, менің есімде жоқ. Мынау не зат екен? Есімде жоқ ал мынау. Мына жерде жатыр. Мына кухняның алды, мына жерде осы жер өте погреб болған жер. Осы жер, анау ан жағындағы екінші бөлме. Мына жер бізде қора болды, сеновал болды мына жерде. Мынау қораның орны. Мына жақты соңғы салған қора. Мынаның артында мынандай шұңқыр болмаған сияқты. Кім қазғанын білмеймін. Райса, есіңде ма? Мынандай сетка бір не болды ғой, сумка болды ғой. Міне жатыр. Мынандай қызыл бірдеңе жатыр. Мынандай мата қызыл. Есімде жоқ осында. Мынау біздің екінші қора. Екінші қораның арты. Туалет. Шыға берісті ұмытып қалмайық қазір. Анау клуб болды, үлкен клуб болды. Мына жерде үлкен клуб болды. Кеттік мына жағына. Қазір платина жаққа барамыз қазір. Анау баз болды, сол базбен тұр екен анау. Ана баз. Мына баз. Кеттік. Сек. Мында кел, әйелік, мында кел. Ана түсіп кетесің. Бақ қалмаңдар. Мына жерде бір темір жатыр. Алып кеткен болып тұр ғой.
ағашты мен қаншама ұстадым, мына ағашқа қаншама міндім. Ит жеген едік қой мына ағашқа, есіңде ме? Ит жеген едік мына ағашқа мініп. Қарғадан қорғап отырамыз, мына жерде качели от па, качели жасап бер. Сол качельге кәсетіліп отырамыз. Ана жерде от болды, ана тас жатқан. Мына жерде. Кетіп құта түсеміз ба? Айдан баратын едік қой, бөгет сиырға шығатын едік қой. Мынау бөгет былайдан. Мына жағалыға қарасай. Мынау дейтін қаламқа сапайдың үйі. Мынау бөгет. Міне. Ал мынау бөгет. Бамбук қоға теретін едік қой сияқтан. Мынау сол су. Сол су. Былайынан мына бөгетпен барып. Мына жақтан бұлақтан су алып келіп жүрдік бетонмен. Мына ағаштың түбінен. Сиырға келетін жақ. Сиырға осы жаққа шығатын едік қой. Осы. Біздің бұлақтан су ішетін едік қой. Бұлақтан су алатын едік. Бетонмен келіп, қыста да, жазда да. Сол су мына жер. Мына жерде су. Мынау жаңағы кішкентай школдың алдында мына жерде спорт площадка болды ғой. Осы жерде ойнадық. Естеріңде болса. Ал мынау оған қарама-қарсы тұрған мына тау. Баяғыда зырғана, осы жерден зырғана ойнайтын едік қой, күл деп айттық па, бірдеңе дедік қой мынаны. Мына жерден зырғанайтын едік осылай қарай. Мына таудың ар жағы. Бісміллә. Мына таудың ар жағында мынау дейтін әмір ағалардың үйі болды. Естеріңде ме? Мынау сол таудың үстінде. Сол таудың үстінде тұр. Сол тауға қарама-қарсы школ. Мына жер бұрын біз кішкентай болдық па? Алыс сияқты көрінген. Қазір тіпті жап-жақын екен бәрі бір-біріне. Ауылдар, үйлер бір-біріне жап-жақын екен. Мына үлкен школдың ауласы кіріп келатқан. Мына жақ корпус, біздің корпус болды. Көбіне біздер оқыдық осында. Мынау Отрадный негізгі мектебі. Мына жағындағы тұрған қызыл таспен салынған болып тұр ғой. Бұзылып қалған. Мына цемент естеріңде ме? Мына жерде школдың алдында, корпустың алдында осы цементке мінетін едік қой мына жерден дейді. Солай қарай кіреміз мына жерден. Есік, мына жер кішкентай коридор. Ұзыннан былай қарай школ. Қайран. Мықты көрініс, күшті көрініс. Так, ары қарай қазір атаның үйіне барамыз. Сол кезде түсіретін боламын. Жақсы, сапарымыз аяқталды.
Мына біздің үйдің арты міне. Мынау арт жақ. Мына жерге папа трактор қоятын еді ғой. Мына жерге от алдыру үшін. Қазір бір снимок жасаймын, кетемін сосын. Мына жақта клуб бар, сол клубты бір түсірейінші. Клубта да біздің үйдің арты. Коридор болды. Мына жер зал болды. Қазір егер танысам, клубтың отырғыштары болды. Мынандай германтин ба бірдеңе осындай. Мына жақта ар жағы контор болды ма, кітапхана болды ма, сондай дүкендер болды. Мына жақта сол анау ары қарай ана ауан кәледен өттік қой, сол ар жағында базы секілді болды ғой. Қарасайдың ар жағында. Біздерге осы Қарасайдан өтіп ары қарай арғы үйлерге кетеміз. Жақсы. Саушылықта болыңыздар. Маслинка теретін жақта мынандай болмаған сияқты еді, менің есімде жоқ. Дегенмен де малшылар тұрады деп есептейміз. Малшылар тұратын болар. Мынандай есігі кілттенбеген, ашық тұр есік. Міне, мынандай мына жерде отын. Ішінде шпагатчик па бірдеңе. Газ плита. Мынандай нәрсе. Палас. Ішінде фонарик, пышақ, спичка. Жағында кішкентай котелок, пеш, шайник. Бірақ көрініп тұрып, пеш көптен жағылмаған. Өйткені мына үйде көптен ешкім тұрмаған секілді. Задвижка, есімде ме? Шкафтың іші. Ыдыстар. Жақсы. Шығайын. Ештеңе алған жоқпын. Ештеңе алмайын. Келесі кішкентай үй тұр, соның ішінде. Бекош.
емес бұрын сыртын бір айналып көріп алайық. Есігін ашам қазір. Бұнда да есік ашық тұр есік. Бұның іші анаған қарағанда қараңғылау екен. Бірдеңе жабысып қалған қағаз. Николай Иванович Вавилов деген жазу. Бұл кім екенін танымадым. Мынаның іші мынандай қараңғы. Бұл жерде сол тезек. Бұл жерде баклажкада бірдеңе жатыр. Бұл жағы пеш. Бұнда да спичка жатыр, бірақ ішінде бар, көптен жағылмаған көрініп тұр. Өте қараңғы, іші лас. Мә. Фонарь бұрынғы. Біздер осын қолданатын едік кезінде. Так. Бұл жағында жататын орын тұр екен. Койка. Дей ме? Ну, стойка. Осындай үйдің іші. Жақсы шығайын. Бұдан да ештеңе алмайым, ештеңе. Осы мына сайлар біздер баратын Мастенко теретін сайлар бар. Естеріңізде болса. Жақсы. Жол жүрейін. Жол шулай қызық дегендер болса жүрейін. Елге қарай қайтып баратырмыз. Мынау дейтін сол өзіміз білетін бұрынғы керемет грейдердің үсті. Дала болып қалған, бір жол болып қалған деп ортасы келге. Бірақ жүруге болады. Осындай ол. Мынандай лесополоса болып тұрмын. Естеріңізде болса. Кәсінің көлі бір түсірем. Мынау су көл. Лувинге кіре бершер. Лувинге кіріп қоядым ғой бұлай. Сеймеммен. И туған жерге барып, үш пісіп кетіп осыны үйде жатырмын. Осы школда 10-шы класста оқыдым. Главный бюджет. Мынау новый больница, бірақ мен болған кезде бұл болған жоқ. Мыналар магазин болды, дүкен болды, мынау мешіт.
сөйтіп Өбеннен де шығайын деп бара жатырмыз. Сәтті сапар болды, Алланың қалауымен. Қазір Тасмұла ауылында Ерлан ағамның үйіне баруым керек еді. Соны ойланып келе жатырмын. Соғып кеткен дұрыс па? Ұят бола ма екен деп. Мүмкін сонда қуанып кетеміз. Мүмкін ауылға басып кетеміз. Жақсы, келесі кездескенше.